Қадірменді тыңдарман, бүгінгі әңгімеміз махаббат тақырыбына арналады. Арнамызға әртүрлі тақырыптарда ғибратты әңгімелерді салуға тырысамыз. Біздерге қолдау білдіріп қойыңыз. Алғашқылардың бірі болып тыңдау үшін арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Әңгімеміз сіздерге ұнайды деп ойлаймыз. Ендеше әңгімемізді бастайық. Ол замандарда біз хат жазушы едік. Қазіргідей телефон деген жоқ, деп бастады әңгімесін Марат ағам. Қателеспесем 94-ші жылдың күзі. Мектептегі қатарласым басқа сыныптағы Әлияға іштей ғашық болып жүрген кезім еді. 10-шы сынып оқып жатқан шағымыз. Мен де көркі өзіне сай жігіт болдым ау шамасы. Себебі оның да маған көңілі барын сезетінмін. Хат жазып көңілімді білдіруге бел будым. Бірінші хатты жазу мен үшін сірә абай жолын жазып шығумен тең болды. Не болса да сезімімді қағаз бетіне түсіріп жазу оңайға соқпады. Жазып біттім. Қолымдағы бұл бір жапырақ қағазға жанымды алып шүберекке түйіп қойғандай күйде болдым. Ішіндегіні қайтадан оқып шығуға батылдық жетпейді. Жыртып тастайтын шығармын. Жоқ, одан да өртеп жіберген дұрыс. Жоқ, доғар, мен еркекпін, істі соңына дейін жеткізу керек. Енді бұл хатымды кімнен және қалай беріп жіберемін? Ешкімге сенуге болмайды, өзім берген жөн. Сабақ кезінде мектептен білдірместен қолына ұстатармын. Барлығы солай жасайтын. Шешілді, дәл солай жасаймын. Сол түні ұйқы болсын ба? Ойшы хатты бір жыртып, бір түзеп, көпшіктің астына салып, әйтеуір сөйтіп жатып, түннің қараңғылығы таңмен ауысты. Мектептің табалдырығын аттар-аттамас Әлияны іздеуге кірістім. Көк сөмке. Әлияда көк сөмке болатын, табу қиынға соқпады. Бірақ жанында батальоны бар екен. Құрбылары жанында кезде бару қауіпті. Әсіресе Әйгерім білмесін. Ол білсе бүкіл ауыл білді деген сөз. Ауылдың кешкі жаңалықтарынан бірақ шығасың. Қолайлы сәтті енді сабақтан соң күту керек. Жүрегім дүрсілдеп тұр. Қоңырау үні. Сабақ аяқталды. Далаға ертерек шығып алып қолайлы сәтті күту керек. Енді бұдан артық мүмкіндік болмайды. Бүкіл адамзаттың тағдыры менің қолымда. Жинал сарбаз. Әлияның өзі де көрінді. Құдайға тәуба, жалғыз екен. Енді тек жақындау қалды. Бірақ аяқтарым бағынар емес. Сол тұрған жеріме тамырымды терең жайып жібердім ау сірә. Күн де ысып кеткен бе? Терлеп кеттім. Өзіңе кел сарбаз. Адамзатты ойла. Әлия, қайда бара жатырсың? Айтпақшы сәлем, мынау саған, дедім де алды-артыма қарамай жүйткіп тұра жөнелдім. Бір есімді жисам, үйдің есігін ашып жатыр екенмін. Ятай, не істеп қойдым мен? Елге қарабет болдым ау. Шешілді. Енді мектепке бармаймын. Көшіп кетем, әскерге кетем. Ақыры не керек? Осылай өмір мен өлімнің арасында арпалысып жүргенде 4 күннен кейін Әлиядан хат келді. Әйгерім әкеліп берді. Сөйтіп хат жазысып жүрдік. Бірақ мектепте көріп қалсақ, амандаспақ түгілі бір-бірімізден айналып өтетінбіз. Әлі оған дайын емес едік. Уақыт өте достасып та кеттік. Бір-бірімізді жақын біле бастадық. Құрбы достарымызбен де араластық. Әйгерім де былай мен ойлағандай жаман қыз емес екен. Сөйтіп, бірге өткізген өмірдің қызықты кезеңдері басталды. Не деуші еді әлгі махаббат қызық мол жылдар басталды. Сөйтіп хат жазуды да тастамадық. Қыс басталып, 2-90 аяқталуға жақын қалғанда, Әлияның ата-анасы қыздарын қаладағы дарынды балалар лицейіне түсіруге бел буыпты. 2 айдан соң қабылдау емтиханы да өтеді екен. Енді бас көтермей дайындалуы керек. Жақсы оқитын қыз, түсуге барлық мүмкіндігі бар. Бос нәрселерге уақыт жоқ енді. Бұл жаңалықты өзінен естіген соң ба, әйтеуір ауыр қабылдадым. Ол қалаға оқуға кетіп қалса, достығымызға осымен нүкте қойылады ғой. Ренжіп те қалдым. Енді ғана дос тапқанда, Әлияға ма, әлде ата-анасына ма, әйтеуір ренішім қатты болып, хат жазуды тоқтаттым. Мектепте де сөйлеспедім. Бір нәрсе істеуім керек. Оны алып қала алмаймын ба сонда? Шешілді. Мен де түсемін қалаға. Интернатында жатып оқимын. Емтиханға дайындаламын. Бәріне дәлелдеймін. Ата-анасына да дәлелдеймін. Сөйтіп бас көтермей дайындалдым.
Әлияға ештеңе айтпадым. Тосын сый болады. Көрген кезде таң қалсын дедім. Достығымызды лицейде жалғастырамыз. Менімен мақтанатын болады. Бір-бірімізден айырылмайтын боламыз, дедім мен өзіме. 2 ай өте шықты. Емтиханды тапсырдық. Өтіппін. Енді қалада оқитын болдым. Әлиямның жанында. Ата-анам да қуанып қалды. Бұйырып жатса өздері де қалаға көшіп келетінін айтып, мені мақтан тұтты. Енді бұл жаңалықты Әлияшыммен бөлісу керек. Үйіне қарай жүгірдім. Есіктің алдында анасы күтіп алды. Көңіл күйі жоқ. Әлия түсе алмапты. Емтиханнан өте алмаған екен. Не қуанарымды, не өкінерімді білмей қалдым. Осыдан 2 ай бұрын ауылдан кетпесе екен деп қалап едім. Енді болса міне, өзімен кездесуге анасынан рұқсат ала алмадым. Лицейге бармаймын дегенімді ата-анам түсінбеді. Қолда тұрған мүмкіншіліктен айырылып жатқанымды айтып, болашағыңды құртпауымды өтінді. Ақыры қалада оқитын болдым. 2 аптадан соң жолға шығу керек. Мектептегі соңғы күндерімде көзім Әлияны іздеумен болды. Сабаққа келмей жүр екен. Ауырып қалыпты. Үйіне бардым. Анасына менің келгенімді айтқан едім. Менімен сөйлескісі келмейтінін айтып келді. Көңілімде топалаң болып, маған неге ренжіп жатқанын түсінбеген күйі үйге қайттым. Оқуға да кететін уақыт жақындады. Содан соң Әлияны көрмедім. Қоштаса да алмадым. Қаладағы оқуым өз ағынымен жалғасып жатты. Ауылдағы достарыма хат жазып тұратынмын. Солар арқылы Әлияның да көп ұзамай басқа қалаға көшіп кеткенін естідім. Кеудемде бір мұң кетпей қойды. Бір ауыз хабар берсе болар еді ғой. Лицейге түсе алмағанын менен көргеніме, соншама достығымыздың құрметі үшін бір қоштасуға жарамағаны ма? Жарайды, оқу керек. Өмір мұнымен тоқтап қалмас. Оқу жылы бітуге таяғанда ауылдан ата-анам келді. Қаланың баласы болып шыға келгенімді айтты. Туысқандар мақтан тұтып жатқанын айтып, қуанып отырды. Менің мақтанышым, аяқ астынан қалаға түсуге не түрткі болғанын да білеміз, құлыным, деп мені сүйіп қояды. Жүрегімдегі Әлияға деген сағынышты сезгендей. Бас көтермей дайындалып едің, өз күшіңмен түскеніңе таң қаламыз. Сол 2 ай бойы ештеңеге алаңдамай, достарыңа да уақыт жоғалтпай дайындалғаныңды айтамын да. Айтпақшы, мынау хатты сол күйі оқымапсың ғой, деп анам сөмкесінен бүктелген, сарғайып кеткен қағазы шығарды. Өткенде үй жинап жатып, сенің кітап дәптерлеріңнің арасынан тауып алдым. Қандай хат? Қашан? Кімнен? Анау көршінің қызы кеп тапсырып кеткенше, кітап оқып жатқан кезіңде саған хат әкеп тастады деген едім ғой. Кітаптардың жанына қоя салшы, кейін қараймын деп едің. Сол хат сол күйі кітаптардың арасында қалып кетіпті ғой. Білесің ғой әжеңді, мыжылмаған қағаз көрсе, құжат деп жинап қоя беретінін. Міне сол күйі тұр ғой, оқымапсың, іші де ашылмапты. Жүрегім кеудемнен шығып кетердей болды. Ақымақ басым-ай, шешкен шұлығын қайтадан таба алмайтын адаммын ғой. Бір жапырақ қағазды байқамайтындай. Кейін оқимын деген қандай ақымақпын. Бүкіл дүниенің ауыртпалығын иығыма әкеп салғандай болды. Қағаздың түсі сарғая бастапты. Бүктелген күйі тұр. Бұлай тек Әлия бүктейтін еді. Хат расымен де ашылмаған. Желімделіп сол күйі тұр. Асығыс аша бастадым. Осыншама уақыт бойы жауабын таба алмай келе жатқан сұрақтарымның жауабы осында секілді болып көрінді. Хатты ашып оқыдым. Марат, қал жағдайың қалай? Маған ренжіп жүргеніңді білемін. Бұл тек менің ата-анамның шешімі ғана. Екеуміздің достығымыздың бұзылғанын мен де қаламаймын. Сенің сезіміңді құрметтеймін. Сені ұнататынымды айта алмасам да, оны іштей сезетініңді білемін. Менің қалада оқығым келмейді. Уайымдама, қалаға кетпеймін. Емтиханды әдейі құлатамын. Әкем ренжиді, ұрсады, бірақ басылады. Сәлеммен, Әлия. Сатқын болдың сарбаз. Көңіл аппақ қызды сатып кеттің сен. Сенімін ақтамадың. Саған деген сезіміне қиянат жасадың, деп іштей өзімді жедім. Өмір деген қызық қой. Тағдырым өз қолымда деп қанша ойласаң да, тағдыр өз дегенін жасайды. Тек бір ұшқын өміріңді өзгертуі мүмкін. Бәрі сол бір хатты жазудан басталды емес пе, деп ағам сөзін аяқтады.